Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Оның аты Жақия. Мәриям дереу туысқан апасы Елизабетке жол тартты. Бұл өте алыс сапар еді. Ақырында ол Елизабет пен оның күйеуі Закария тұратын жерге де жетті. Мен жаңалықты ести салысымен сізге келіп тұрмын, апай, деп Мәриям болған оқиғаны айтты. Елизабеттің барлығынан хабардар екенін білгенде, Мәриям қайран қалды. Елизабет Мәриямға: «Құдай сені жарылқап, дүниеге жіберетін патша иеміздің анасы етіп таңдап алыпты. Сен қандай бақыттысың?» деп өз басындағы таңғажайып оқиғаны айтып берді. Елизабет пен Закария көп жылдан бері зарығып, Құдайдан бала сұрап жүретін. Бірақ жылдар өтті, ал бала болмады. Олар қартайып, үміттері үзілген еді. Закария діни қызметкер болатын. Бірде оған Иерусалимдегі ғибадатханада күнделікті өтетін Құдайға қызмет ету рәсіміне қатысу кезегі тиді. Оған киелі үйдің ішіне кіріп, Құдайға арнап хош иісті зат түтету қызметі тапсырылды. Ол жалғыз өзі киелі үйдің үлкен бөлмесінде болғанда, кенет Жебірейіл періште оның алдына тұра қалып: «Закария, қорықпа. Тілегің Құдайдың құлағына жетіп, әйелің Елизабет саған ұл туып береді. Оның атын Жақия деп қоясың. Ол мәртебелі болып, сені зор қуанышқа бөлейді. Құдай балаңды өзінің халқына, патшасының жақында келетін хабарласын деп таңдап алды». Жақия халықты патшаның келуіне дайындауы керек, деді. Бірақ Закария бұған сенбеді. Елизабет екеуі балалы болуға тым кәрі емес пе? Ал періште оған: «Сен Құдайдың сөзіне сенбей тұрғандықтан, осы сәттен бастап Құдайдың уәдесі орындалған күнге дейін сөйлей алмайтын боласың», деп ғайып болды. Закария ғибадатханадағы қызметін орындап болып, үйіне қайтты. Ол сөйлей алмайтын болып қалды. Елизабет не болғанын түсінбей, қатты уайымдады. Сонда Закария оған ұқтыру үшін барлығын жазып берді. Елизабет Марияммен әңгімелескенде былай деді: «Құдай уәдесінде тұрды. 4 айдан соң ұлымыз дүниеге келмек. Күйеуім әлі де сөйлей алмайды». Мариям Елизабет пен Закарияның қастарында 3 ай аялдады. Елизабеттің босанатын мезгілі таяғанда ғана Назаретке қайта оралды. Елизабет туып, ұлды болды. Барлық жақын жарандары олармен бірге қуанды. Олар балаға ат қою жөнінде ойластырып, әкесі сияқты Закария деуді ұсынды. Бірақ Елизабет: «Жоқ, оның аты Жақия болуға тиіс», деді. «Біздің әулетімізде Жақия атты ешкім жоқ қой», десті достары. Закариядан баласын қалай атақсы келетінін сұрағанда,
Ол бір тақтайды алды да, оларды таң қалдырып, оның аты Жақия деп жазды. Дәл осы мезетте оған қайтадан тіл бітіп, дереу Құдайды жасаған кереметі үшін мадақтап ризашылығын білдірді. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.